Orada жігіт болатын болса, жігіттер болатын болса, ордадан барып көрулеріңізге болады. Енді мына Әди деген атамыздан Әди деген батыр атамыз болған. Олар Исатай Махамбет көтерілісінде соған қатысқан. Оның найзасы мекен, қылышы мекен, ол да осы біздің орданың музейінде сақтаулы. Ең ана беріштермен жаңағы Герке деген полковникпен төбелесіп жүргенде ана беріштерге қосылып, басқалар келмей қалғанда Тайсойған Тінәлі деген біздің атамыз Байдақты 500 жігітпен барып сол соғысқан патшаның әскерімен. Ол енді көбі кеткен болар, өліп кеткен болар. Оларды сосын ұстады, айдады, Сібірге аударды. Көптеген аталарымыз сол кезде жойылып кетуі мүмкін. Оған да бір 150 жыл өтіп кетті ғой. Қасым ұмытылды соның бәрі. Мен енді өзімнің есімдегі, естігенім, көргенімді айтып тұрғаным, мағлұмат берейін деп. Аяққа бермеңдер, көп рахмет. Бақытты болайық, аман болайық.